Баршаңызға сәлем достар, сіздермен осындай екі пиццаны бір ғана тестімен жасап көрсетемін. Тестісі енді мінсіз, өте жұмсақ, үлпілдек болып, идеальны болып шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Ешқандай қаймақ қоспай-ақ, сүт қоспай-ақ, осындай жұмсақ болып шығады. Әрі бір жасағаннан менің жасағандай жасасаңыз, міндетті түрде тестіңіз идеальны болып шығатын болады. Әрине салмасын өзіңіздің қалауыңызша жасасаңыз болады. Ең алдымен ұнымызды міндетті түрде осы елегіштен өткізіп аламыз. ұн елегіштен. Ең алдымен ұнымызды ұн елегіштен жақсылап тұрып өткізіп аламыз. Мен бірден 2 пиццаға өткізіп алдым. Және үстінен 2 шай қасық құрғақ дрожжымызды, яғни ашытқымызды саламыз. Енді басқа бөлек ыдысқа 1 шай қасық тұзымызды және қантымызды салып, үстінен ешқандай да салқын емес, ыстық емес, бөлме температурасында тұрған суымызды құйып, және сұйық май, ал енді болатын болса, зәйтүн май, яғни оливковый маслымызды құйып аламыз. Енді жаңағы ұнымыздың үстінен суымыз бен майымызды құйып, жақсылап тұрып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл тесті барлық пиццерияда дайындалып жүрген пиццаларға да осы тестімен дайындайды. Ешқандай сүт немесе ыстық су, қаймақ, ондай ештеңе қолданбайды. Дәл осылай дайындайды. Ең бастысы, ұныңыз електен өткен және идеальны болсын десеңіз, зәйтүн майын қолданғаныңыз жақсы. Бірақ болмаған жағдайда сұйық маймен дайындасаңыз да өте керемет болып шығады. Өйткені мен дәл қазір сұйық маймен дайындадым. Соның өзінде тесті жұмсақ болып, жандарында қамырлары да ешқандай қатып кетпей, керемет болып шығатын болады. Сондықтан міндетті түрде жасап, және пікірге қалай шыққанын бөлісіп кетсеңіз, басқаларға пайдасы тиер еді. Өйткені бұл тесті бір жасағаннан шығады. Енді осы қамырымыздың үстінен 1 шай қасық сұйық майымызды қойып қоямыз 30-40 минутқа көтерілуге. Енді мен біреуін етті пицца жасағым келіп тұр, яғни мясной пицца. Бұл да өте керемет болып шығады. Бірінші кішкене ғана сұйық майымызды ысытып аламыз да, оның үстінен фаршымызды саламыз. Ет тартқыштан өткен. Бір пиццаға өлшеп салсаңыздар болады. Мен барлығын описанияға өлшемін қалдырып кетемін. Кішкене ғана тұз және қызыл бұрыш салып қуырып аламыз. Осы кезде өзінің сөлі шығады. Сол сөлі тартылғанға дейін қақпағын ашық түрде отта ұстайтын боламыз. Отты сәл басып қойыңыз. Енді соусына келетін болсақ, томат пастасының үстінен мен осындай перцовый соус, яғни бұрышты соусты қолдандым. Екеуін бірдей шамада бір-біріне қосып, жақсылап тұрып, араластырып, пиццаға жақсаңыз болады. Немесе қызанақты, яғни помидорды ыстық суға салып алып, сол кезде қабығы жылдам ашылатын болады. Соны блендермен немесе шаншқының көмегімен езіп алып, оған қызыл бұрыш, жаңағы тұзымызды салып, оны да соус ретінде қолдансаңыз өте керемет болып шығады. Мен бүгін осы соусты қолдандым. Міне тестіміз осылай болып көтерілген. Енді осыны пішінін келтіріп алып, 2 бөлікке, яғни 2 пицца үшін бөліп аламыз. Мен бір пиццаға да қандай өлшемде қосу керек екен тестінің құрамын описанияға міндетті түрде жазып қалдырамын. Дәл қазір мен 2 пиццаға аштып, 2 пиццаның қамырын бірден дайындадым. Сондықтан осы описанияға мұқият қарап, шатысып кетпей мұқият қарап алыңыз. Мен бір пиццаға жасалатын тестінің құрамын жазып кетемін, ал мен видеода бірден 2 пиццаға қамыр аштырған болатынмын. Сондықтан соған мән бере кетіңіз. Міне осылай 2 теңдей бөлікке бөліп алып, біреуін оқтаудың көмегімен немесе қолыңызбен пиццаның формасын жасап, жақсылап тұрып, жұқалап жайып алатын боламыз. Енді осы жайып алған қамырымызды, формамызды сәл ғана майлап, үстінен саламыз. Ешқандай бортегін шығарып, жаңа айналасын көтеріп керек емес, осылай тегіс түрде жайып шықсаңыз болғаны, біркелкі жұқа болса болды. Енді үстінен соусымызды жақсылап тұрып, жағып аламыз, жағына жеткізіп. Енді үстінен міндетті түрде ешқандай басқа сыр емес, моцарелла сырын қолданғаныңыз жақсы, өйткені өте керемет болып шығады. Осы пицца үшін тестіден кейін маңыздылығы осы моцарелла сыры.
осы сырды қолдансаңыз керемет болып шығатын болады. Үстінен міне қараңыз, сөлі тартылғанға дейін етті қуырып алған болатынбыз. Ешқандай қақпағын жаппайсыз, ашық түрде баяу отта қуырып аласыз. Үстінен осылай фаршымызды салып, қалған моцарелланы, яғни сырымызды бетінен тағы да қойып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста пеште пісіріп алатын боламыз. Ұзақ піспейді, 15-20 минуттың ішінде пісіп шығады. Пеш әртүрлі болғандан кейін 10-15 минуттың ішінде деп тұрмын, осы шамада пісіп шығатын болады. Енді мен екінші пиццамды да осылай дәл солай соусын жағып, моцарелланы шашып алып, оның үстінен қызанақтарымды қойып, одан кейін оны да 15-20 минут ұстап пеште пісіріп алдым 180 градуста. Бастысы осы тестімен жасасаңыз, пиццаңыз мінсіз болып шығады. Балғын өте үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шығатын болады пиццериядағыдай тестісі. Ал енді салмасын өз қалауыңызша салсаңыз болады. Мен мынау маргаритта пиццасы және мясной түрін жасап көрдім. Өте керемет болып шықты. Міне қараңыз, айналасының өзі жұп-жұмсақ, жұмсақтығын осылай көрсеткім келді. Енді мына мясной пиццаны қараңыз, вилкамен, яғни шаншықмен басқан кезде міне майлылығы, еттің сөлі шығып, өте керемет болып шыққан. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Мінсіз шығатынына кепілдік беремін. Міне қараңыз, жұқалығы да барлығы өте керемет болып шығатын болады. Бұл бізде үй жағдайында пиццериядағыдай етіп жасағанымыз. Әрине, әртүрлі соустарды қолданып, әртүрлі етіп жасауға болады, бірақ бұл рецепт үй жағдайында өте жоғары деңгейде шығады. Бұл видео сізге сәл ғана болса да пайдасы тиген болса, ұнаған болса, міндетті түрде лайкпен пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Менің жұма сайын, апта сайын шығып жатқан рецепттерімді жіберіп алмас үшін маған тіркеліп қойыңыз және алғашқылардың бірі болып көру үшін қоңыраушыны баса кетіңіз. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Келесі видеоларда жолыққанша.